Бәрі сәлем, қазір сен 5 секунд ережесін біліп аласың. Знаешь, 5 секунд ол өте аз уақыт, бірақ осы 5 секунд ішінде сен өз өміріңді өзгерте аласың. Қазір дофига еріншектер пайда болды, бұның барлығы қазіргі болып жатқан оқиғаға байланысты, яғни коронавирусқа. Коронавирус кезінде адамдар үйде жатып еріншек болып кетті. Есіңдерде мынандай бола ма? Когда сен шақырып жатады ғой, мысалы сахнаға немесе көп адамдар бар жерге, сол кезде сенде бір қорқыныш пайда болады. Осыны сенде болып еді? Болса, комментарий жазып кет, мен де біліп отырайын. Енді қара, осындай кезде сен не істейсің? Основнысында стресс пайда болады, соның әсерінен сен қорқып, терлеп, әрең шығатын боласың. Осындай менде де болды. Осы кезде 5 секунд ережесін қолдансам болады. Осы ереже маған не үшін қажет дейтін болсаң, осы қорқынышты тез жеңу үшін қажет. Ал ол қалай жұмыс істейді? Ол өте оңай жұмыс істейді. Яғни сен ішінен тұрып 1, 2, 3, 4, 5 ге дейін санап, өзіңнің жауабыңды алатын боласың. Неге именно 5 секунд? Өйткені сен тез ойлай бастайсың, яғни ішінен 5 секунд уақытың ғана бар деп айтып отырады. И миың 5 секундқа үлгеруі керек, сондықтан сенің миың тезірек жұмыс істейтін болады. Бұл как будто сенің миыңа таймер қойғанмен бірдей. Вот осы таймер сені көп жерден алып шығады. Таңнан кешке дейін қолданасың практически барлық жерде. Таңертең будильник ұрып жатқан кезде сен будильникті өшіріп тағы 5 минут ұйықтай тұрайын деген адам болатын болсаң, то осы кеңестердің барлығы саған жұмыс істейтін болады. Сол будильникті өшіріп, содан кейін 5 минуттың орнына сен 1, 2, 3, 4, 5-ке дейін санап, содан кейін егер де сол кезде тұратын болсаң, то қалған күнің сенің сәтті өтетін болады. И когда саған тезірек жауап қайтару керек болған кезде, то осы ережені қолданған жөн. Яғни 5-ке дейін санап, өз өміріңді өзгер. Осы видео саған ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайкыңды аямай бас. Және де егер лайк көп болатын болса, то осы видеоны көп адам көретін болады. Өз өміріне ғана емес, және де басқа адамдардың өміріне пайдаң тисін. Комментарийге ендігі видео қандай болатынын, нені күтетініңді жаз, немесе өзің өміріндегі басты проблеманы жазып кет. Келесі видеода саған сонdan талқылап беретін боламыз. Ендеше келесі кездескенше рахмет.